Сәлем достар, сендермен бірге кино солайма. Біз платформа киносының негізгі желісін айтатын боламыз. Және де достар, мен бұдан да жақсы киноларды салатын боламын. Оған тек уақыт керек болып жатыр. Және де маған қолдау ретінде тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мыңнан астам қабатты түрме, әр қабатында тек бір бөлме ғана болады. Бір бөлмеде тек екі ғана тұтқын болады. Және де әрбір бөлме ортасында осындай тесік болады. Осы тесіктен күніне бір рет қана тамақ түседі. Әрбір адам тек осы өз бөлігін жесе, бәріне тамақ жетеді, бірақ үстіндегілер тек өздерін ойлап тамақты асап жейді. Сол себепті астыңғы бөлмедегі тұтқындар тамақты жетпейді, және де оны осы түрмен әр ай сайын тұтқындардың орнын ауыстырады. Егер де сіз 17-ші қабатта болсаңыз, ендігі ай 147-ші бөлмеде болуыңыз мүмкін. Және де астыңғы қабаттағылар тамақтың жетпеуіне байланысты бірін-бірін өлтіріп адам етін жеуі мүмкін. Ал енді біз видеоны бастаймыз. Лайкты басып тіркеліп қойған болсаңыз, ендеше кофеңізді алдыңызға алып отырыңыз. Кино біз сияқты әлі ешнәрсе білмейтін, енді ғана қамалған Горн деген тұтқынның ұйқысынан тіреумен басталады. Және де ол түрменің 48-ші қабатында бір шалмен қоса есін жияды. Және ол шал бұл түрмеде бір жыл бойы қамалған нағыз өмір көрген шал. Және де оның аты Трегамаса. Қиын болып кетпес үшін оның атын Серік Болат деп қоямыз. Горн шалдан түрменің ережесін сұрайды. Бәрі түсінікті емес пе? Нешінші қабатта екеніне байланысты. Бірде оңай, бірде қиын болады. 48-ші қабат деген негізде жаман емес. Көп ұзамай оларға тамақ келеді. Сол сәтте шал бар жылдамдығымен тамақты асайды. Ал Горн болса тамақ емес қалдыққа қарап жеркеніп тұрып қалады. Қандай қателік істеп тұрғанын қазір түсінесіздер. Ең бастысы, егер тұтқан өзімен бірге тамақ алып қалатын болса, бөлме ысып кетеді. Сондықтан тек белгілі уақытта жеп үлгеру керек. Және де бұл түрменің қызығы, әр адам өзімен бір зат алып көруге болады. Горн кітап алып келген, ал шал болса пышақ алып кірген. Бұл жерде қанша қабат бар? 107-ден көп. Мен сол жерде болдым. Ол жерден бір тістен тамақты келмейді. Мына пышақ өте керемет. Өткірлеген сайын өткірлене береді. Кейбір адамдар бұл жерде көп болып бұл жерде түсінбей психикалық ауруға ұшырап өз-өзіне қол жұмсайды екен. Ертесіне тамақпен бірге бір қыз түсіп келеді. Оған мән берудің қажеті жоқ дейді шал. Ол күнеге қызын іздеп әр қабаттар алайды екен. Астыңғы қабаттағылар қызды тартып алғанда Горн тіпті түсіп көмектесуге тырысады. Бірақ біраздан кейін қыз ештеңе болмағандай қайта орнына келеді. Айттым ғой саған деді шал. Күндері өтіп жүргенде бір айда өтіп кетеді. Сол түні шал, мына істі сезіп тұрсың ба? Олар бізді ұйықтатып, ертең басқа қабатқа апаратын болады. Шал 2 айдан кейін бұл жерден шығады екен. Ертеңіне олар 171-ші қабатқа барып болып шығады. Горн есін жиса, шал оны байлап тастапты. Шал оған сен маған ең төменгі қабатта болған үшін өзіне жеу үшін шабуылдайды екен деп қорыққан екен. Бірақ шал өзіне жеу үшін байлап тастапты. Және де шал 8 күннен кейін оның етін жаймен жей бастайтынын айтады. Бір ай солай өтеді, шыдаймын дейді. Солай жүргенде шал пышақталып кесе бергенде әлгі қыз столмен бірге қосып келеді. Горн есін жиса, әлгі қыз қой сойып отқан сияқты шалы сойып отыр екен. Сөйтіп Горнге көмектесіп, ертеңіне столмен бірге кетеді. Шал өліп қалса да Горнге үнемі шалдың елесі көрінеді. Енді екеуміз де қан ішерміз деді шал. Горн бір ай шалмен бірге қоректеніп, ертеңіне 33-ші қабатта оянады. Және де бір иті бар келіншекпен оянады. Бұл келіншек Горнде бұл жерге келгенде қабылдаған келіншек. Яғни осы жердің қызметкері деген сөз. Бірақ ол өздерінің қателігі ісігі бар екенін біліп, осы жерге өз еркімен келген екен. Келіншек барлық адамда бірде тамақ бергісі келеді. Сөйтіп осы өз бір табақты ғана жеп, және басқаларға да осылай жасауын айтады. Бірақ астыңғы қабаттағылар оны тыңдамайды. Горн оларға: "Ей, сұмырай, тыңда бұл ханымды. Айтқанын жұмсамасаң, күнде тамағыңа тиетін шатым боламын. Түсіндің бе?" Астыңғы қабаттағыларға да осылай келіншек Горн үстіндегі қабаттағыларға да айту керек қой дейді. Сол кезде Горн кинодағы ең шынайы сөзді айтады: "Біз үстіне шыға алмаймыз ғой, ертеңіне алғы қыз өте ауыр жағдайда столмен келеді. Горн оны алып қалып асырайды. Бірақ әлгі қыз келіншектің етін түнде жеп қойыпты. Осылай бір ай өтеді. Горн есін жиса 202-ші қабатта екен, және әлгі қыз өліп қалған. Горн тағы да
әлгі шалды көре бастайды. Амал жоқ, көрін қызды жей бастайды. Тағы да бір ай өтеді. Көрін осы жолы 6-шы қабатта оянады. Және де онымен бірге тұратын келесі жігіт нағыз шыншылдықты, әділеттікті қалайтын жігіт екен. Төменде түсуге маған көмектес, біз қаруланып әр адамға тең тамақ береміз. Сөйтіп екеуміз де ең төменгі қабатқа барамыз. Ол қабатқа бару деген ол өз-өзіне қол жұмсау, стол ең төменге барып кейін қайта оралады емес пе? Олар осылай келісіп ертеңіне столға отырып төмендейді. Сол жерде олар нақты не істеу керегін түсінеді. Олар төмендей береді. 250-ші қабат деп ойлаған, бірақ одан да төмендей береді. Неше түрлі сұмдықты көре бастайды. Олар 33-ші қабатқа кеп тоқтайды. Және бір кішкентай қызбен кездеседі. Сөйтіп олар столдан қап қалады. Бөлмеге тортты алып қалса да бөлме мүлде ысымайды. Горн оянса, қара жігіт қан көп жоғалтып өліп қалған екен. Горн күшін жинап қызбен төмен түседі. Мақсатына жеттің ба, досым? Жоқ, мен қызы жоғары шығарым керек, деп шыңғырады Горн. Миссис бойынша олай істеудің керегі жоқ қой, деді шалдың келесі. Ол қыз нағыз миссис деп айтты Горн. Иә, ол қыз нағыз.